Сәлеметсіз бе, құрметті ұстаз. Бүгін дайындаған шаблоным. Бұл жерде өте қарапайым, бірақ бұны сіздер қалай қолданасыздар қазір көрсететін боламын. Дәл осы шаблонның өзімен бірнеше кез келген сабаққа, бастауыш, ағылшын, тарих, математика, кез келген пәнге, кез келген тақырыпта қолдана аласыздар. Оған кішкене мысал ретінде 2-3 шаблон жасадым. Қазір көрсететін боламын. Бұл жерде бұның бір ерекшелігі, энергия сұрақты қоясыздар. Мұнда жауапты, енді дұрыс жауап деп шатасып кетпес үшін жазып қойын. Мен мұнда былай не қылсаңыздар да жазбасақ та шатаспайсыздар. Орнын ауыстыратын кезде қажет болады деп жазып қойын. Бұл тек қана копировать, ставить ету үшін қажет болады, көшіру үшін. Оқушы келіп, мұнда егер жауапты басатын болса, жауап дұрыс еместігін білдіреді. Мынау дұрыс жауапты білдіреді. Яғни ол кезде жасылға айналады. Енді келесі бетке көшейік. Бұл жерде кез келген пәнге пайдалануға болатындығын дәлел ретінде бір шаблонды ойлап таптым. Тарих болсын, ағылшын болсын, мұнда видеоны жасанды интеллектпен қойсаңыздар болады. Тақырыпқа байланыстырып қою керек та. Сонда әдемі көрінеді. Бұл жерде де дәл солай. Жаңа шаблонды не істедім? Түсін ауыстырдым. Арт жағына фон бердім. Енді осы жерден сіздер мына жерде сөздерін ауыстырасыздар, сұрақтың орнына, жауаптың орнына. Сонымен оқушыға ұсына бересіздер. Өте керемет. Дайын шаблон. Кез келген тақырыпқа пайдалана берсем, бұл жерде де дұрыс жауап басқан кезде дұрыс еместігін көрсете алады. Жаңа айтқанымды бұл жерде де мынаны орнына ауыстыра бересіздер. Мынаны мына жаққа көшіріп, мынаны мына жаққа көшіріп, бұл шаблонды барлық сабаққа пайдалана бересіздер. Дәл осы нәрсені интернетсіз жұмыс жасайды. Келесі бұл тарих, нелерге, ағылшынға кететін болса, математикаға да бола береді. Мына жерге Архимедті сөйлетіп қойсаңыздар да болады. Мысалға, баяғы заманның орыс тілінен болады мысалға. Дәл солай келесі бізде бұл жерде енді роботты қойып қойын. Бұл роботты ауыстыруға да болады. Бұл көк свет кез келген пәнге кетеді. Химия болуы мүмкін, физика болуы мүмкін, информатика болуы мүмкін. Мынаны жасанды интеллектпен сөйлетіп ставить етуге болады. Жаңа шаблон соның жанына үйлесу үшін қостым. Мына шаблонның жанына да әртүрлі нәрселер орналастыруға болады. Мына роботтарды кішірейтіп, мыналардың жанына орналастыруға да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлеп сәндей бересіз. Шаблонды қалай пайдалану үшін көрсетіп отқан үлгілерім сіздерге. Ал келесі тағы сондай түрі, енді географияда ұсынуға болады, биологияға ұсынуға болады. Мысалға, қазіргі енді заман талабына сай жасаған түрім. Міне осылай пайдалана бересіз. Бір шаблонның өзі бірнеше сабаққа үйлесімді әдемі етуге болатындығын көрсету мақсатта жасадым. Шаблонды кез келген сабаққа пайдалана аласыздар.